Сәлем достар, қамырын жайып, ортасына май жағып отырмайтын, жылдам уақытта дайын болатын песочный самса дайындаймыз. Алдымен ыдысқа ұн разрыхитель қосып араластырамыз. Сары майды қосып, ұн мен майды біріктіріп, крошка жасаймыз. Бөлек ыдысқа айран, тұзымызды, жұмыртқамызды салып араластырып аламыз. Немесе қаймақ қоссаңыздар болады, жақсылап араластырып аламыз. Осы массаны крошканың үстіне құйып, бір килкі песочный қамыр илеп аламыз. Қамырды полиэтиленді пакетке салып, тоңазытқышқа қойып қоямыз. Ал енді салмасын дайындаймыз. Ыдысымызға фарш саламыз. Ұсақтап туралған пиязымызды саламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Паприка. Бұрышын салып, жақсылап араластырып аламыз. Қамырды шығарып, 40 граммнан өлшеп бөліп аламыз. Сонда 24 штук осындай шариктер шығады. Әр қайсысын жұқалап жайып аламыз. Қатты жұқада болмау керек. Ортасына начинкасын салып, түйіп аламыз. Формаға салып, бетіне күнжіт сеуіп, алдын ала 180 градуста қыздырылған пеште 25 минутта пісіріп аламыз. Осындай әдемі, жұмсақ болып шығады. Парақшама тіркеліп, лайк басып, парақшамды қолдап кетіңіздер.